Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Бүгін біздер Иркутскке жолға шықпақпыз. Мақсат Ресей Федерациясының шығысында орналасқан аңшылық шаруашылық бағдарымен танысып, мамандармен тіл табысу. Билеты до Иркутска мы смогли. Иркутске дейінгі билетті тек Мәскеу арқылы баратынын алдық. Сол себепті қазір Мәскеуге ұшпақпыз. Ол жерде 1 сағат уақыт келесі рейсті күтеміз. Сосын ертең таңғы сағат 9-да Иркутскте боламыз. Осылайша аралықтағы ауысым бір күнімізді алды. Әуежайдан бізді Виктор күтіп алды. Артынша Тамаринск аңшылық шаруашылығына жолға шықтық. Мы приехали в Иркутск в рамках программы обмена опытом. Біз Иркутскдегі аңшылық шаруашылығына тәжірибе алмасып, аңшылықты оңтайландыру мен жабайы жануарлар әлемін басқару әдісі жайлы ақпар алмақпыз. Сол себепті Тамаринск аңшылық шаруа қожалығы арнайы таңдалды. Халықаралық мамандар конкурста әділғазы болған. Осы аңшылық шаруашылықта басқа қожалықтарға үлгі боларлық орталық деген пікір берген еді. Ондағы тұяқтылар санын көбейту тәжірибесі кімді де болса қызықтырары сөзсіз. Бұл аумаққа біріккен ұлттар ұйымынан әртүрлі мемлекеттің аңшы кәсіпшілері келіп, профессор Мельниковтың дәрістерін тыңдайды. Вообще вот этот обмен охотниками дело чрезвычайно полезное. Негізінде аңшы кәсіпшілер үшін тәжірибе алмасы өте қажет дүние. Осындай орындар туризмін жандандыру басты бағыттардың бірі. Әрине бұл сәттер олжалы аңшылықтан тамаша жүлдемен оралып, басқа елдің аңшыларымен, адамдармен танысқаннан алар әсердің бір түрі. Владислав Константинович Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде аңшылық және балық шаруашылығы тақырыбына дәрістер оқиды. Негізінде адамдар аңшылық барысын ғана біледі. Ал оның алдындағы үлкен іспен аңшылық шаруашылықтың жұмысы көрінбей жатады. Охота на самом деле это вершина айсберга, видимая, невидимая. Аңшылық бұл шындығында үлкен айсбергтің ұшы көзге көрініп тұрған. Ал басқа жұмыстар көрінбейтін су астындағы бөлігі тәрізді. Яғни күнделікті шаруа қожалығындағы күйбең тіршілік, құрылыстар мен жабайы әлемді қорғау секілді. Аңшылық маусым 2 немесе 3 айға созылады. Ал қорғау, жабайы жануарлар әлемін бақылау жыл бойына жалғасады. А вот это большое глухаринное болото. Міне, мына үлкен саңырау құрсаздауыты. Ортасынан арнайы төсеме төселген. Әрине бұл аумақтың кез келген жерінен өте алмайсыз. Арнайы мынадай төселген орындармен ғана арғы бетке ауысуға болады. Өз өмірін қоршаған ортаны қорғап, жабай жануарлар әлемін басқару бағытына арнаған тәжірибелі жандарды аңшы кәсіпші деп атайды. Көп адамдар осы жандарды тек аң аулағаннан басқа ештеңе білмейді деп ойлар. Бірақ шындығында аңшы кәсіпші иығында үлкен жүк бар. Сол себепті оларға бірнеше мамандықты игеруге тура келеді. Жақсы аңшы кәсіпші биологты, тәртіп сақшысы да, шаруа, механик, құрылысшы, ветеринар, агроном болуы керек. Сондай-ақ тұтынушылармен жұмыс істей білу үшін де ашық, жақсы маман болуы шарт. Кеңестік кезеңде дәл осындай мамандарды жоғары деңгейде даярлайтын 2 орталық болды. Бірі Иркутск қаласында орналасса, енді бірі Кировта еді. Оқуға түсу конкурсы өте қиын болғандықтан, көп адамдар тіпті ортасынан кері қайтып жататын. Асып кетсе 30 ғана маман білімін жетілдіруге өз күшімен қол жеткізетін. Содан болар сол кезде кеңес мектебі аңшы кәсіпшілер даярлайтын өте мықты оқу орны саналды. Тәуелсіздік алып, тұғырымызды бекіткенде елімізде аңшы кәсіпшілер даярлайтын өз мектебіміз құрылды. Владислав Константинович
осы мектептің қабырғасын қалауда тамаша еңбек етті. В Казахстане есть такие Қазақстанда аңшылықтың сан түрлі ұлттық түрлері бар. Тіпті біздегі бұл түрлер әлемнің көптеген мемлекеттерінде жоқ. Мысалға құстарға аңға шығу, тіпті қасқыр ату. Әрине бұл салалар көп елде жоқтың қасы. Өмірдің заңы болар Виктор әке жолын қумады. Кәсіпкер болуға ұмтылды. Бірақ табиғатқа деген сүйіспеншілік оның аңшы кәсіпші мамандығын екінші мамандыққа игеруге тартты. Содан болар бүгіндері азамат Иркутск қаласынан аңшылық шаруашылық ашып, ісін өрге сүйреп келеді. Охотничье хозяйство можно условно разделить на два типа. На так называемые олигархические, когда Аңшылық шаруашылықты екі типке бөліп қарауға болады. Өзінің ләззаты үшін алдын ала аңшылық шаруашылықта жалға алатын бай адамдардың әрекеті, яғни олигархтық және өндірістік. Қорғау мен биотехникалық әдісте аңшылық шаруашылық қызметін күрделі жолмен алуға ұмтылатын. Дәл осындай шаруа қожалықтары Ресей мен Қазақстанда көптеп кездеседі. Әрине оларға да оңай емес. Жақсы табыс табу үшін тоқтаусыз еңбек етіп, көп күш салып жақсы жағынан ыңғайластыру жолында аянбай тер төгіледі. Шаруашылықты өз деңгейінде көтеруге ұмтылады. Аңшылық шаруа қожалығы Иркутск қаласынан 130 шақырым жерде орналасқан. Бұл аумақ жасыл желекке бай ауыл шаруашылығы дамыған аудан. Содан болар браконьерлік әрекет те жиі кездеседі. 2000 жылдардың басында Виктор аңшылық шаруашылықты құрғанда онда тіпті жабайы жануарлар мүлде болмады. 90 жылдардағы күйзеліс тек ауылды жерлерге ғана емес, жабайы табиғат әлеміне де әсер етпей қойған жоқ. Жұмыстарынан айырылған ауыл тұрғындары амалсыз күн көру әдісіне көшті. Браконьерлікке бет бұрды. Когда приобрели эти угодья, животный мир был очень пострадавший. Осы шаруашылықты құрғанымда жануарлар әлемі құрып бара жатқан, еліктерді саусақпен санауға болатын еді. Үзбара мен бұғыт тіпті аз болды. Бақылауым алғаннан кейін жануарлар әлемі қайта қалпына келе бастады. Жергілікті халықты аңшылықтан айыру өте қиын болды. Өйткені олар сонымен күн көріп үйреніп қалған еді. Қақтығыстар болды, қылмыстық істер қозғалып, сот залына дейін жеткен. Бірақ аңшылық шаруашылықтың есі пайда болғандығын уақыт өткен сайын халық түсіне бастады. Жай қағаз жүзінде емес, шын көңілмен жабайы әлемді қорғауға алғандығына көздері жетті. Валка леса. Орман қиылды, кейіннен тағы өрттер орын алды. Бәрі тілсіз жаудың жалынына жалманыпты. Міне қазір қайта қалпына келтірудеміз. Көріп тұрғандарыңыздай жас өскіндер 2 метрге дейін көтеріліп қалды. Алдымен қайыңдар қалпына келді. Одан әрі қылқанды ағаштар гүлдей бастады. Шырша, қылқан жапырақты ағаштар. Қалталы туристер аңшылық үшін ақша төлейтін болды. Олар тек ол жылы аңшылыққа ғана емес, жергілікті халық тарапынан көрсетілетін қызметке де ақша төледі емес пе? Аттарын жалға берді, тұрмыстық қызметтер көрсетті, азық-түліктер сатып алынды. Осылайша жануарларды қорғау ойы туындай бастады. Ал браконьерлерге тұрғындар табиғат байлығын себепсіз орлауға келген бұзақы бау кеспе ретінде қарап, олармен күрес жүргізді. Алғашында шетелдік туристер атуға келген құс саны аздық етіп, шаруашылықты толықтай жетілдіруге мүмкіндік болмады. особенно большие требования. Негізінде аңшылық шаруашылыққа басты керегі бұл олжалы аңшылық нысанын неғұрлым көбейту. Өйткені сырттан келген туристер қызығушылығы құстарға екендігін көп жан біле бермейді. Сервис сапасын жақсарту, инфраструктураны жетілдіру де бар. Шетелдік тұтынушыларға қызмет көрсету үшін жақсы туристік саяхаттар ұйымдастыру үшін осы кемшіліктерді толық түзеп алған жөн. Европалықтар аң аулау барысында құстардың көп болғандығын жақсы көреді. Оларды аңшылық шаруашылыққа шақырғаннан кейін бір апта бойына бір аң көрмей, әрең бір еліктің қарасын көзі шалса, олар соттасуға дейін барады. Алаяқтар алдады деп.
Владислав Константинович ұлының қызығушылығын біліп, аңшылық шаруашылыққа жиі ертіп келетін. Жабай жануарлар әлемімен таныстырып, теориялық білімді практикамен ұштастыру үшін. Охотничьи животные при уже чуть-чуть немножко интенсивном хозяйстве, они представляют... Аңшылық жануарлары аңшылық шаруа қожалықтары үшін табиғи ресурс ретінде экономикалық өсуге серпін береді. Әрі адам еңбегінің жемісі де бола алады. Оларды қорғау, асырау, әрі уақыты келгенде өз қажетіңе жарату басты талаптардың бірі. Осындайда сол жабайы табиғат әлеміндегі өзің бақылайтын жабайы жануарлар әлемін үй жануарларымен салыстыруға болады. Яғни үй жануарларына қарағандай бұларға да көңіл бөлуің керек. Бастысы үй жануарын асыраған әдіс дәл осы жабайы жануарларға да қолданылатынын ескеру қажет. Дүние жүзінде қоршаған ортаны қорғаудың сан түрлі әдісі бар. Олардың әр жолы өзінше бір септігін тигізеді. Әлеуметтік экономикалық талаптарға сәйкес келетін бұл түрлерді әркім өзін қайына қарай қолдана береді. Кеңестік кезең дәуіріндегі елдер шаруашылығына осындайда әлеуметтік экономикалық талаптарға сай қайсы бағыт сәйкес келеді деген сауал туындары сөзсіз. Өйткені әр ауданның әлемі әр түрлі ғой. Міне, Владислав Константинович дәл осы сауалдарға өзінің мақалаларында айтқысы келді, жеткізгісі келді. Қазақ агротехникалық университетінде шәкірттері осы сауалдардың жауабын оқуда. Я высказываю свою точку зрения по поводу выделения квот или лимитов. Менің байламымша аңшылық жануарларға арнайы жеңілдіктер мен мүмкіндіктер беру керек. Біз әлі күнге бұл жүйеге жақындай алар емеспіз. Оның үстіне жабайы жануарлар әлемін дұрыс бағаламай жатып, оны пайдалану мүмкіндіктерін есептемей қолданысқа береміз. Кеңестік кезең кезінде арнайы жүйе ойластырылған еді. Яғни Мәскеуге қанша жеңілдік бөлу, Калининград пен Камчатка аралығында қанша аңдатуға болатыны жайлы толықтай ақпараттандырылып отырған. Негізінде жергілікті атқарушы қызметкерлер өз аумағына тиесілі шаруа қожалығын жақсы біледі. Ондағы жабайы жануарлар әлемінен хабардар. Міне осы адамдардың ақпарына сүйеніп, жергілікті халықты көмекке шақыра білу де аңшылық шаруашылықтағы басты бағыттардың бірі. Жабайы жануарлар әлемін көбейту екі негізгі талапқа сүйенеді: қорғау және қоректендіру базасының дұрыс болуы. Әрине, бұл екеуі де үлкен күшті талап етеді. Күн сайын шаруашылық аумағын бақылау керек. Олардың қоректену жазықтарына көбейтіп, жайылымдарын жақсарту керек. Жайылымдағы жасыл желек таусылған шағында арнайы оралған қоректерді алып келіп шашамыз. Қосатын қоспалары тағы бар. Кейде жазға жету қиын болады. Қатты қыс кезінде суықта азық табу қиын ғой. Осындайда жем шөбіміз жетпей жатады. Осыдан 10 жыл бұрын шаруашылық аумағында бірен-саран бұғылар ізі көрінуші еді. Ал қазір тұрақты жұмыс нәтижесінде бұғы басы 40-қа жетті. Маралдар саны 30-40 бастан 200-ге дейін өсті. Ал еліктеріміз осыдан 3 жыл бұрын жоғалып кетті. Қыс қатты болды. Осылайша саны тағы да төмендеп кетті. Бірақ өткен жылға, одан арғы жылға санақ нәтижесі олардың санының артып келе жатқандығын байқатады. Келер жылы Виктор олардың санын тағы өсірсем деп отыр. Шаруашылық аумағында 7 аю мекендейді. Ондаған бүлікіл мен қасқырлар үйірінің бірнеше тобы бар. Итого мы насчитали 15 кормовых полей. Жалпы алғанда 15 қоректендіру алаңын санап шықтық. Әрбір қоректендіру аумағында арнайы қарауыл қойылған. Ол кәдімгі ағаштан жасалған кішігірім үйшік. Онда қысқы санақ кезінде немесе аңшылық барысында еркін түне беруге болады. Осындай көріністерге қарап шаруашылық аумағындағы құрылыстар керемет жүргізілген деген тоқтамға келе аласыз. Владислав Константинович өзінің қоршаған ортаны қорғау биологы кәсібінен басқа шаруашылық экономикасы деген салада да дипломын қорғаған еді. Содан болар өз шәкірттеріне ылғиды. Шаруа қожалықтарыңыздың экономикалық деңгейі көтерілмейінше, оның сапасы жақсармайды деген сөзін жиі айтады. Қазақстандық аңшы кәсіпшілер үшін бұл саяхаттың танымдық тұстары көп болды. Әрине, осы салынған тәжірибе еліміздегі аңшылық шаруашылықтардың деңгейін одан әрі көтерер деген сенімдеміз.